жігітке өзің тағдырыңды тапсырарда өзіңді алдаудың қажеті жоқ. Негізі қыз бен ұл үйленем деп жүрген кезеңде қыздың кейбір жақсы қасиеттері ашыла бермеуі мүмкін. Бірақ тұрмысқа шыққаннан кейін қыздардың көбі өзгереді. Неге? Себебі қыздардың табиғаты өзгеруден тұрады. Сондықтан қыз кезінде жуас болып жүріп, мысалға кейін ашылып, жарқ-жұрқ еткен келіншек болуы мүмкін. Немесе қыз кезінде бойындағы өнері көрінбей, келіншек болған кезде керемет бір ашылып кетуі мүмкін. Ал бірақ жігіттер көбінде өзгермейді. Егер сен жүріп жүрген кезде жігітті қандай сипатпен көрсең, көбінде сол сипатпен қалады. Өйткені ер азаматтар, олардың гормоны қыздардың гормоны сияқты емес. Олар как естиді ғой, өзінде қалай бар, көбінде солай көрінеді. Сондықтан ер азамат саған қалай келсе, тіптен оны зерттемесең де, білмесең де, сол күй тұрмысқа шығып кетсең, шамамен соның ар жақ бер жағы болады, қатты